Баршаңызға сәлем. Сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әр 3-4 күн сайын осындай жаңа сыртқа немесе үйге арналған және де осындай моншақ сөмкелер, моншаққа қатысты әртүрлі сабақтар түсіріледі. Бүгін біз осындай керемет сыртқа арналған моншақпен тоқылған аяқ киім тоқып шығарамыз. Ол үшін бізге осындай табан және осындай жібек жіп керек. Бұл жібек жіп осындай табандар сататын жерде міндетті түрде бар. Оралмаған түрі, соны сатып алғаннан кейін осындай орап аласыздар. Және от тұтандырғыш, ілмек, қайшы керек. Бізде ілмекіміз бірінші өлшемдегі ілмек. Осы ілмекпен тоқимыз. Және 6-шы өлшемдегі моншақ керек болады бізге. Бұл жерде сіздер әр түрлі түсте қолдана берсеңіздер болады. Ал енді тоқуды бастайық. Менде осындай табанның ішін алып тастаймын, себебі бірінші тоқыған кезде ыңғайсыз болады маған. Және мен өлшеп қойғанмын, қай жерден бастау керек екенін. Бірінші он аяғымызды тоқып алғаннан кейін, сол он аяққа қарап өлшеп тоқимыз. Мінекей, осындай жібек жіпімізді бірінші басын күйдіріп аламыз, содан кейін бастаймыз. Бұл жіп күйдірмесеңіздер сөгіліп кетеді. Сол себепті міндетті түрде күйдіріңіздер. Мінекей, сіздерге жақыннан түсірейін. Бұл жерде үйге арналған аяқ киімді тоқыған секілді дәл сондай әдіспен тоқимыз. Осылай бірінші жібімізді іліп алып, осылай жоғарыға 2 рет көтереміз. Мінекей, бұрыннан тоқып жүрген кісілер болса, сіздерге оңай болады, ал енді бастап жатқан кісілерге сәл қиындау, мұқият қарасаңыздар, өздеріңіз түсініп аласыздар. Мінекей, мына жерде мен табанның жібін көріп тұрсыздар ғой, сол жерден мінекей, мына жерден бір іліп аламын, мінекей, жоғарыға 2 рет көтеремін. Және мінекей, мына үшбұрыш болып тұрған жерден бір іліп аламын. Осылай келесі бетіне дейін тоқып аласыздар. Мінекей, мына жерінен бір іліп алып, жоғарыға 2 рет көтереміз. Енді мына үшбұрыштан осы жерден мінекей іліп алып, ілмекте 3 жіп, сол жіптен 2 жіптен бір өткіземіз, жоғарыға көтереміз, және келесі 2 жіптен тағы бір көтереміз. Енді осылай айландырып, келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Мінекей, келесі жағына келдік. Енді осы жерде бір іліп аламыз, және табанымызды өзімізге қарай қаратамыз. Осы жерде ілмекке жібімізді іліп, келесі 2-ші көзден өткізіп, іліп шығарып алып, ілмекте 3 жіп, сол жіптің 2 жібінен бір іліп көтереміз, тағы 2 жіп пайда болады, содан тағы бір іліп көтереміз жоғарыға. Мінекей. Мінекей, мен бұл жерге табанын салып қойдым орнына. Сіздерге түсінікті болсын деп жақынырақ көрсетейін. Мінекей, ілмекте 3 жіп, содан 2-інен бір, 2-інен тағы бір рет көтеріп, жоғарыға 2 рет көтереміз. Мінекей, 3-ші көзден өткізіп, жоғарыға көтереміз. Осылай мұқият қарасаңыздар, өздеріңіз түсініп аласыздар.
Енді келесі бетіне дейін тоқып аламыз мінекей. Екінші қатарымызды. Мінекей келесі бетіне дейін тоқып алдық. Енді осы жерде ilmегімізге жібімізді іліп бір рет көтереміз жоғарыға қарай. Енді осы жерде мінекей бір көзден өткізіп, осылай осы бір әдіспен айландырып келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Бұл жерде біз жоғарыға қарай екі рет көтермейміз. Бұл жерде мінекей көзден өткізіп, ilмекте екі жіп болады, содан бір іліп алып тоқимыз. Мінекей бір іліп алдық. Болды, енді келесі көзден өткізіп, мінекей бір іліп алдық. Келесі көзден өткіземіз де осылай айландырып келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Мінекей, үшінші қатарымызды тоқып болдық. Осы жерде біз деген қайшымен қиып аламыз және осылай от тұтандырғышпен басын күйдіріп аламыз міндетті түрде. Бұл жібек жіп тез сөгіліп кетеді. Осылай артық жібімізді осылай өткізіп, ары-бері өткізіп, жібімізді жасырып тастаймыз. Мінекей жібімізді ары-бері білінбейтіндей қылып, әдемі қылып өткізіп, ең соңғы жері қалған кезде жақсылап көрінбейтіндей қылып бекітіп аламыз. Мінекей, біз аяқтадық, жасырып тастадық. Артылып қалған жібімізді, енді маңызды жеріне келдік. Осындай жібімізге біз қазір моншағымызды өткізіп аламыз. Осы жіпке біз қазір моншағымызды өткізіп аламыз. Мінекей, осылай бас жағын күйдіріп шүкірлеп аламыз, моншақтар тез өту үшін. Осы жерде біз барынша көбірек моншақ өткізіңіздер. Себебі жіптеріңіз ұзын болса, моншақ бітіп қалса, ол жіпті бас жағынан өткізу керек болады. Сол себепті артылып қалған моншақ ештеңе етпейді. Қайтадан жіптен шығарып, салып қоясыздар. Сол үшін барынша көбірек моншақ өткізіңіздер, немесе менің мына видеоның аяқ жағында суреті бар. Сол жерден моншақты санап алсаңыздар болады. Енді ол өздеріңізге қарай. Қандай өлшемге тоқисыздар аяқ киімнің, немесе қандай моншақ қолданасыздар, соған байланысты. Енді осылай дәл ортасын табамыз, сол жерден 8 көз санаймыз. Осылай 8 көз санап аламыз. Осы жерден моншақ өткізіп қойған жібімізді осылай бір іліп түйіп аламыз. Енді бір көз тастап, келесі ортаға бір көз тастап, келесі екінші көзден, міне екінші көзден осылай өткізіп, артық жібімізді бірге тоқимыз.
осылай шығарып, 1, 2 жоғарыға да 2 рет көтереміз. Ілмекте 3 жіп болады. Соның бірінші 2 жібінен, одан кейін тағы 2 жіп болады, одан кейін тағы 2 жібінен көтереміз. Енді осы жерде моншағымызды қосамыз. Осылай моншағымызды өткізіп аламыз. Бірінші ілмекке жібімізді ілеміз. Дәл қай жерден тоқыдық, сол көзге қайтадан ілмегімізді алып, іліп шығарып жібімізді. Мінекей, ілмектегі 2 жіптен 1 өткіземіз, және моншағымызды алдыға қарай қолмен итереміз. Ілмекте 2 жіп, мінекей тағы 1 іліп аламыз. Мінекей, біздің моншағымыз осылай тоқылады. Мұқият қарасаңыздар, сіздерге түсінікті болады. Енді келесі, бір көз тастап, келесі көзден тоқимыз. Артық жібіміз осылай бірге іліп алып тоқимыз. Мінекей, шығардық, 1, 2 рет жоғарыға қарай көтердік. Бұл жерде моншақ қоспаймыз. Мінекей, енді моншағымызды қосып тоқимыз. Сол көзден тағы 1 рет өткіземіз. Мінекей, ілмегімізге жібімізді іліп, ілмектегі 2 жіптен 1 өткіземіз, және моншақты алдыға қарай өткізіп, қалған 2 жіптен тағы 1 өткіземіз. Мінекей, бір көз тастап, келесі көзден тағы 1 іліп аламыз. Ортаға бір көз тастап отырамыз міндетті түрде. Мінекей, мұқият қарап отырсаңыздар, сіздерге түсінікті болсын деп жақыннан түсірдім. Түсінікті болады. Мінекей, 1, 2 рет жоғарыға қарай көтереміз. Бір көзден осылай 2 рет тоқимыз. Бірінші тоққан кезде моншақ қоспаймыз. Екінші рет тоқыған кезде осылай моншағымызды қосып отырамыз. Мінекей, моншағымызды өткізіп алғаннан кейін жібімізді ілмекпен іліп аламыз. Сол тоқып жатқан көзден өткізіп, мінекей, шығарып алған кезде, міне 2 жіптен өткізгенде моншақты алдыға қарай өткізіп жібересіздер. Мінекей, бір көз тастап, келесі көзімізді тоқимыз. Мінекей, осылай 6 көзден іліп алып тоқу керекпіз. Ортаға бір көзді тастап отырып, сол кезде бізде бұл жерде 6 моншақ шығу керек. Бұл әдіс өте оңай әдіс. Тоқу, бұл әдіспен біз үйге арналған аяқ киім тоқимыз. Сол секілді, дәл сол секілді тоқимыз. Бұл жерде бізде тек жібіміз ауысқан, және ілмегіміз ауысқан болды. Және моншақпен қалай тоқу керек екенін жақсылап көріп алсаңыздар, арғатай тоқып кетесіздер. Мінекей, бір көз тастап, екінші көзден осылай іліп алып, аяқтаймыз. Біздің бір қатарымыз аяқталды. Мінекей, осылай жібімізді тартып, табаннан өткіземіз. Табаннан өткізсеңіздер, сіздерге ыңғайлы болады. Мінекей, осылай жібімізді жақсылап тартып шығарып алып, табаннан өтетіндей шықса болды. Осылай табаннан айландырып өткізіп аламыз, және жақсылап түйіп тастаймыз. Мінекей, осылай тартып, жақсылап түйіп тастаңыздар. Мінекей, біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарымызға көшейік. Осы жерде біз енді 3 көз санаймыз. 1, 2 және 3. Үшінші көзден осылай ілмегімізді шығарып алып, жібімізді іліп алып, ортасын осылай жақсылап өлшеп аламыз. Осылай бекітіп аламыз. Және жібімізді ілмекке іліп, мінекей, қараңыздар, осы жерден осылай шығарып аламыз. 1, 2, жоғарыға 2 рет көтереміз, және
Моншағымызды қосамыз. Мінекей, дәл сол жерден тоқимыз. Міне, 1, моншағымызды алдыға қарай өткізіп аламыз, 2, іліп аламыз. Енді, мінекей, қараңыздар. Осы жердегі екінші көзімізден осылай іліп алып тоқимыз. Және моншағымызды қосамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Ең басында жақсылап көріп үйреніп алсаңыздар, ары қарай тоқылу әдісі сол бір әдіс. Біз міне екінші қатарымызды тоқып жатырмыз. Мінекей, әрбір көзден осылай іліп алып, моншағымызды қосып, осылай тоқып отырамыз. Сіздерге түсінікті болсын деп, мінекей осылай асықпай түсіріп отырмын жақыннан. Осылай өздеріңіз мұқият қарасаңыздар, бұл жерде түсінікті түсірілген деп ойлаймын. Осылай мұқият қарап отырып тоқсаңыздар болады. Мінекей, біз екінші қатарымызды тоқып жатырмыз. Бұл жерде енді сіздер өздеріңізге қарап, үйлеріңізде қандай моншақ бар, немесе қандай түсті моншақпен тоқыларыңыз келеді, соған қарай тоқи бересіздер. Мінекей, мына жерде біз екінші қатардың соңғы қатарын тоқып жатырмыз. Мінекей, осы жерде біз үшінші көзден осылай іліп аламыз. Басында қанша көз санап қалай бастадыңыздар, дәл солай аяқ жағын солай аяқтаймыз. Осылай жібімізді осылай шығарып алып, табаннан өткізіп, жақсылап түйіп тастайсыздар. Мінекей, біз екі қатарымызды тоқып алдық. Енді осылай 3 көз санап, осылай жоғарыға қарай тоқып кете бересіздер. Мінекей, осы аяқ киім сияқты. Мінекей, әрбір несі 3-ші көзден ілініп алынып отырған. Осылай жоғарыға қарай тоқып кете бересіздер. Мінекей, сіздерге осы жерден 3-ші қатарды көрсетіп жіберейін. Осылай 3-ші көзден іліп аламыз жібімізді, жақсылап ортасында тұрған жібімізді жақсылап белгілеп аламыз. Мінекей, осы жерден осылай іліп аламыз. 2. Мінекей, енді моншағымызды қосамыз. Моншағымызды осылай өткізіп алып, осылай іліп алып, 1, 2. Мінекей, мұқият қарап отырсаңыздар, осылай көріп-ақ түсініп аласыздар, қалай тоқылып жатқанын. Мінекей, осылай аяқ жағын тоқып аласыздар. Қалай бастадыңыздар, солай бекітесіздер, 3-ші көзден бекітесіздер. Осылай аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей, аяқ жағына дейін тоқып алдық. Осылай әп-әдемі сыртқа арналған аяқ киім шықты бізде. Басынан аяғына дейін түсірген жоқпын. Ең бастысы, бас жағы қалай тоқылатынын көрдіңіздер. 2 қатарды әдемілеп тоқып көрсеттім сіздерге. Енді бізде бұл жерде 17 қатар шықты.
Енді сіздерге қарай, сіздер қандай өлшемдегі аяқ киімге тоқисыздар және қандай ұзындықта тоқисыздар, соған байланысты. Енді осы жерде бір қатар жақсылап тоқып шығамыз. Bir қатар бұл бізде алды созылып кетпес үшін. Сол себепті мінекей осындай қып, әдемі қып бір қатар тоқып аламыз. Моншақсыз. Мінекей осылай бір қатарымызды тоқып шығамыз. Ортасындағы жібін жақсылап өлшеп алыңыздар, тым қатты қысқа болып қалмасын. Мінекей осылай бір қатар тоқып шығамыз. Осы жерде мінекей әрбір моншақ тоқылған жердің ортасынан алып, осылай тоқисыздар. Bir қатар жүргізіп шығасыздар. Мінекей моншақтың ортасынан да алып тоқыңыздар. Осылай бір қатар аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Мінекей тоқып біттік, аяқ жағына дейін келдік. Осылай артығын қайшымен қиып алып тастап, және осылай күйдіріп аламыз, сөгіліп кетпес үшін. Мінекей осылай ілмегімізден тартып, жібімізді шығарып аламыз. Енді осы жерде ары-бері өткізіп, жасырып тастаймыз жібімізді. Жібімізді осылай ары-бері өткізіп, жақсылап, осы жасырып, бекітіп тастаймыз. Мінекей, бізде осындай керемет сыртқа арналған моншақпен тоқылған өте әдемі аяқ киім тоқылып шықты. Осындай сыртқа арналған аяқ киімді өздеріңізге тоқып алсаңыздар болады. Сатып алғанша осылай үйреніп, керемет қылып өздеріңізге тоқып алсаңыздар болады. Әр адам өзіне тоқитын кезде міндетті түрде өте керемет қылып әдемі қылып тоқиды. Сол себепті осылай әдемілеп өздеріңізге ұнайтын түсте тоқып алсаңыздар болады. Немесе өздеріңіз аналарыңызға, әпкелеріңізге тоқып берсеңіздер болады. Міне, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сиқырлы ілмектер арнасына жазылып, тіркеліп қойыңыздар. Алдыда үйге және сыртқа арналған аяқ киімдердің сабақтары шығады.